Қайырлы күн достар, қалдеріңіз қалай? Бұл видеода сіздер үйіңізді полифасадпен қалай қапталатынын, жұмыс процесін көретін боласыздар. Көріп тұрғандарыңыз алдарыңыздағы жұмыскердегі тұтынушымыздың шаңырағы. Видеоны қайталап, тіпті өзіңізде үйіңіздің сыртын қаптап кете аласыз. Ендеше бастайық. Бізге қандай материал керек? Раствер езуге шелек, миксер, шпатель, болгарка, сызғыш, уровень және қарандаш. Алдымен осылай жарға жапсыратын желімізді жақсылап тұрып дайындап аламыз және фасадқа жағамыз. Жапсырғаннан кейін теп тегіс тұру үшін уровень мен тегістігін тексереміз. Ал терезе айналасына, бұрыштарына фасад дәлме-дәл орнатылу үшін өлшемін сызып кесеміз. Желмен жабысқан фасадты дюйммен бекітіп шығамыз. Осылай жасау арқылы полифасад үйіңіздің жарында сенімді тұрады. Барлық аумақ қапталып болғаннан кейін оны өзіңіздің қалаған түсіңізге бояйсыз. Нәтижесінде тұтынушымыздың баспанасы өзі қалағандай әдемі болып өзгерді. Бұл үйдің сыртын қаптауға небәрі 10 күн уақыт кетті. Құрметті оқырман, егер де видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, лайк басып кетіңіз. Тұтынушыларымыздың баспанасын өзгерткеніміз сізге қызықты болса, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліңіздер. Нұр Энерджи Строй, мұнда барлығы фасад жөнінде.